Сәлем достар, сіздермен Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай американский пирожныйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, әрі тез дайындалады, небәрі жарты сағат қана уақыттарыңыз кетеді. Сондықтан да міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Алдымен сүттің үстіне сары май салып, орташа отта майымыз толықтай ерігенше ұстайтын боламыз. Ендігі кезекте таза ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қант салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Ыдысымыз міндетті түрде таза болу керек, сонда массамыз 2 есе ұлғаяды. Массамыз осылай ұлғаюы керек. Енді ұнның үстіне разрыхлитель, ванилин және де какаоны салып, барлығын араластырып аламыз. Бағанағы жұмыртқалы массаның үстіне ұнды салатын боламыз. Ұнды міндетті түрде осылай електен өткізіп салғанымыз дұрыс. Сонда түйіршіктері кетіп қалмайды. Байқасаңыздар, түбінде осылай какаоның түйіршіктері қалып қояды, сондықтан да електен өткізу керек. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде күрекшенің көмегімен төменнен жоғарыға қарай асықпай араластыратын боламыз. Массамыз осындай өте әдемі, қанық түсті және де қою болып шықты. Енді үстіне бағанағы ерітілген сүт пен сары майды ақырындап қосатын боламыз. Массамыз тек жақсылап араласқаннан кейін ғана сүттің келесі бөлігін құятын боламыз. Сүтті 3-4 бөлікке бөліп құйсаңыздар болады. Массамыз осындай болып шықты. Тым қою да емес, тым сұйық та емес. Менде протеин өте үлкен болғандықтан мен осындай арнайы ыдысқа жаңағы пирожныйымызды 2 бөлікке бөліп пісірдім. Пирожныйды 180 градуста 15 минут аралығында пісіріп аламыз. Оның піскенін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Қалыңдығы піскеннен кейін шамамен осындай болады. Дөңгелек кескіштің көмегімен кесіп шығамыз. Менде барлығы 12 дана шықты. Алдағы уақытта басқа да жаңа түрлі рецептерді көру үшін каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Пирожныйдың қалып қойған бөліктерін блендердің көмегімен сақтап аламыз. Енді крем жасаймыз. Ол үшін бізге 33% сливки, творожный сыр және де қант керек. Алдымен творожный сырды ыдысқа салып, үстіне қант салып, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Үстінен сливки құйып, тағы да барлығын қою болғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Кремімізді кондитерский мешокқа салып, дайындап аламыз. Пирожныйымызды жинайтын боламыз. Ол үшін бағанағы кремді дәл видеодағыдай етіп жағып шығамыз. Ортасына банан қойып, қайтадан кремді үстіне дөңгелете отырып жағып шығамыз. Осы кремнің үстіне бағанағы үгітілген массамызды себеміз. Міне біздің бір пирожныйымыз дайын болды. Қалғандарының барлығын осылайша жинап шығатын боламыз. Қазір тағы да біреуін көрсетейін. Пирожныйдың үстіне әсемдік ретінде мен шоколад жағатын боламын. 50 грамм сары май және де 50 грамм шоколадты микроволновкада ертіп аламын. Міне осындай масса пайда болды. Енді әр пирожныйдың үстіне жағып шығамын.
Біздің өте дәмді әрі аппетитный пирожныйларымыз дайын болды. Бұл пирожный сіздерге де отбасыларыңызға да ұнайды деген сенімдемін, сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Гүлім.